Сәлем достар, біз қазір Бақбергенді сабақтан алып, үштіліктегі суретке түсуге бара жатырмыз. Одан кейін Бақбергеннің шашын қысқартамыз. Бүгін бізде Бақбергенмен блог, я? Сосын Бақбергенге бірден әпереміз. Не дейсің? Қазір магазинге кіріп өзі таңдайды, я? Қазір қайға баратырмыз өзі. Адас қалды қалдым. Міне осылай біз Бадамдағы салонға келдік. Қасындағы кісі жоқ екен. Мына жерде бір апай бар екен. Еще ода бізден алдын 5-6 адам бар екен. Очередь күтіп отырдық. Бақберген телефон көріп отырды. Жарты сағат, бір сағаттай күтіп отырдық. Мінекей осылай модный қылып, прическа қылып алдырдық. Және де енді влог түсіріп жүргендіктен көп камераны алып шығып түсіру деген есімнен шығып кете береді. Сонымен магазинге кірдік, қалаған заттарын алып, осылай шығып келдік. Сосын үйге келіп, балдарға фри дайындадым. Осылай кептіріп қойдым. Және де печенье дайындадым. Балдардың садиктен келуіне дайын болсын деп ыстықтай. Сосын балдарды садиктен алып шығуға шықтық. Айдын екеуміз Бақберген ойнауға кетіп қалған. Біз Айдын екеуміз осылай күтіп отырмыз. Міне біз Айназбен Айқынды күтіп алуға шықтық. Мынау тротуарда жайғасып отыр жігіт. Кімді күтіп жатсың? Айназ күтіп жатсың ба? Айназ де. Жақтан газельмен келеді қазір олар. Тұр Айдын орнынан. Тұр. Оппа де. Оп де. Оппа десе. Тұр. Тұрмайсың ба не? Кетеміз бұл. Айдын кетеміз. Құмырсқаларды ұстап. Әрбек лақтырады ғой. Құмырсқа бар ма екен? Осылай қойдың етінен әдемілеп етіп уырдақ дайындап, кешкі тамақтарымызды жеп алдық. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар.